Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге онлайн мектептен оқушыларыңыздың сыныбыңыздың оқу үлгерімін қалай жүктеп алуға болатынын көрсететін боламын. Ол үшін сіздер Google-ға онлайн мектеп деп жазып, сол сайтқа кіресіздер. Күнделікті өздеріңіздің аттарыңыздан кіресіздер. Өз аттарыңыздан кіргеннен кейін сіздерде өздеріңіздің парақшаларыңыз ашылады. Және осы жерде, осы тізімде, сол жақ беттегі тізімде мектеп басқару, мониторинг және есептілік деген бар. Осы есептілік дегенді таңдайсыздар. Төменде осылай мектеп бойынша білім сапасы, сынып бойынша, пән бойынша үлгерімдер шығады. Сіздер сынып бойынша үлгерім дегенді таңдайсыздар. Бұл жерде жыл таңдау шығады және 90 бойынша бұл жерде өзіңізге қажетті 90-ды таңдай аласыздар. Мен 3-ші 90-ды көремін және сыныпты өзіңіздің сыныбыңызды таңдайсыз. Өзіңіздің сыныбыңызды таңдайсыз. Міне оқу жылы 3-ші 90 сыныптың білім сапасы, сынып үлгерімі барлығы толығымен шығады және оқушылардың қай пәннен қандай бағаға қорытылғаны осылай шығады. Сіздер оқушылар ата-аналарына балалардың 90-дық бағаларын скринда осылай жіберсеңіздер болады. Міне бүкіл сыныптың балаларының қорытынды бағалары. Ал енді бұны сіздер өздеріңіз қағаз жүзінде шығарып алу үшін мына жоғарыда тұрған Excel'де жүктеу дегенді басасыздар. Скачать деп жүктейміз. Жүктелді. Жүктелгенді ашамыз. Excel'ді осылай ашып, өзіңізге қажет болса, қағаз жүзінде шығарып алып, қажетіңізге қолдансаңыз болады. Бұл жерде бүкіл сыныптың білім сапасы, үлгерімі, оқушылардың 90-дық бағалары барлығы осылай шығады. Міне орташа бағасы, сыныптың сапасы, пән бойынша білім сапасы және міне оқушылардың 90-дық бағалары барлығы шығады. Және төменде міне үздігі қай балалар, неше бала, екпінділер неше оқушы және төмен баға болғандар нешеу және оның аты жөнімен осылай толығымен жазылып тұрады. Бұны сіздер Word-қа айналдырып алсаңыздар да болады, немесе осылай қағаз жүзінде шығарып қажетіңізге қолдансаңыз болады. Ал құрметті әріптестер, сіздерге ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Алда тағы да сіздерге қажетті ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Сау болыңыздар.